Қайырлы күн, құрметті Kids and Tots балабақшасы Қарлығаш тобының бүлдіршіндері. Бүгін мен сендерге автобус туралы айтып беремін. Балалар, сендер автобустың не екенін білесіңдер ме? Автобус адамдарды бір жерден екінші жерге апаратын үлкен көлік. Оның ішінде көп орындықтар болады. Адамдар автобусқа мініп отырады. Жүргізуші автобуспен жол жүріп, адамдарды қажетті жеріне жеткізеді. Мысалы, автобус бізді балабақшаға, дүкенге, немесе қалаға апаратын үлкен көлік. Балалар, автобусқа мінгенде ережелері бар екенін білесіңдер ме? Автобуста қатты сөйлеп, шулауға болмайды. Егер автобусқа үлкен кісілер мінген болса, оларға орын беру қажет. Автобуста секіріп, жүгіріп, қатты шуламаңдар балалар. Балалар, енді сендерге автобус қызметкерлері туралы айтамын. Ол ең бірінші жүргізуші. Бізді бір жерден екінші жерге қауіпсіз жеткізеді. Жолға қарап отырады. Тоқтайтын жерлерде тоқтап, адамдарды мінгізеді. Келесі қызметкер кондуктор. Кондуктор автобус ішіндегі адамдарға көмектеседі, жолаушыларға билет береді, адамдардың орындарына жайғасуын бақылайды, жолдағы ережелерді еске салады, жүргізушімен бірге автобусты қауіпсіз жүргізуге көмектеседі. Үшінші, жолаушылар. Олар автобусқа мініп, бір жерден екінші жерге бара жатқан адамдар. Яғни олар біздер. Жолаушы дегеніміз автобусқа отырып, өзінің қалаған орнына барады.